Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге оңай дайындалатын морковча салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен бұл салатқа үлкен бір сәбізді қолдандым. Сәбізді сыртын ашып, жуып, арнайы осындай біркелкі өткізетін үкіштен өткізіп шығамыз. Сәбіз осындай біркелкі жіңішке ұзынша болады. Майдалап туралған сарымсақ саламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, дәмдеуіштерді, 1 шай қасық қант, 9% сірке су және қызып тұрған май құйып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Ашыны жақсы көретіндерге таптырмас салаттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.